Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздерге торт на кефире рецебімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. ұн, қант, сгущенное молоко, сұйық май, жұмыртқа, какао порошок, сары май, айран, ванильный сахар, ас содасы. Алдымен жұмыртқа, қантымызды жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Айран, сұйық май, ванильный сахарды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнға какао порошок, ас содасын қосып, тағы да венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Формамды алдын ала майлап қойдым. Тестіміз осындай сұйықта болуы керек. Бисквитімізді 180 градусқа 50 минутқа пісіріп аламыз. Тортқа крем дайындайтын боламыз. Сары май мен сгущенкамызды жақсылап миксерге араластырып аламыз. Міне бисквитіміз пісті. Бисквитті 4 бөлікке бөліп алдым. 4-ші бөлігін торттың бетіне себуге тақтап аламыз. Бисквитіміз құрақ болмау үшін үстіне сүтпен пропитка жасап шығамыз. Кремімізді жағып, осылай етіп тортты жинаймыз. Жиналған тортымыздың үстіне жаңа ұнтақталған бисквитімізді жақсылап сеуіп шығамыз. Достар, біздің тортымыз дайын. Осы видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.